Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеуімбердина. Бүгінгі видеода осындай екі түсті матадан ғана әдемі құрақ түрін құрап шығатын боламыз. Оған бізге осындай тік төртбұрыштар керек болады. Тік төртбұрыштың өлшемі 15-15. Тік төртбұрыштарымызды дәл осы бағытта қойып, бірін-біріне өзара қосып аламыз. Мінекей, тігістерін қақ жарып үтіктеп аламыз. Перпендикуляр жатқан екі тігістің екі жақ шетінен 3 сантиметрден өлшеп белгілеп аламыз. Осы белгілеген нүктелерді қосу арқылы тігістерге параллель сызықтар түсіреміз. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісіп, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мінекей, келесі сызықтарымызды да 3 сантиметрден 3 сантиметр белгілеп алып сызып шығамыз. Екі түсті матадан ғана дәл осындай әдемі дүниені шығара отырып, көрпеше, төсек жапқыш құрап шығуға өте ыңғайлы және оңай құрақ түрі. Енді дәл осы сызық бойына әдемілеп қиып шығамыз. Мінекей, видеода көрсетілгендей. Енді ортасында қиылып түскен жолақты, мінекей, мынандай бағытта ауыстырамыз. Болды. Қараңыздаршы, мүлде басқа құрақ түрі болып шыға келді. Мінекей достар, енді дәл осы бағытта алдымен міне оң жағын, ортасын және сол жағын өзара қосып, кейін үшеуін біріктіріп шығамыз. Тігістері бір сызық бойына түсетіндей етіп, әдемілеп тігіп аламыз. Мінекей, кейін тігістерді қақ жарып үтіктеп шығамыз. Дәл осы бағытта көбірек дайындап алған детальдерімізді мінекей осылай қосу арқылы төсек жапқыш, көрпенің тұстары немесе жастық құрауға өте ыңғайлы құрақ түрі. Дәл осы бағытта осындай төртбұрыштерді көбірек қып құрап алып, 3 бағытта жинап көруге болады. Мынау бірінші тәсіл. Енді екінші бағытта жинап көрейік. Мінекей, ортасына төртбұрыш қою түсті келтірсеңіз болады, немесе ашық түсті ортасына келтірсеңіз де өте әдемі бір құрақ түрі шығады. Достар, дәл осы арнамда басқа да әдемі 3D құрақтарын қалдықсыз және оңай құрау жолдарымен бөлістім. Сондықтан да өз достарыңызбен бөлісіп, тіркеліп арнама жаңа туындыларымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қоюға ұмытпаңыздар. Бұған дейін көрсетілген 3 тәсілмен де жинап шықсаңыз өте әдемі шығатыны сөзсіз. Оның ішінде мен осы бірінші тәсілді таңдадым. Қазір жинап көрсетейін. Мінекей, сонымен дайын болған өнімнің өлшемі 50-50. Жалпы өзіңіз төсек жапқыш немесе көрпеше тігетін болсаңыз, өлшемін осыған туралап алсаңыз болады. Мінекей, ішкі жағында көрсетіп қояйын, тігістерін міндетті түрде қақ жарып үтіктеп отырсаңыз, әдемі түсетін болады. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше.